Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бір жасағаннан шығатын, өте оңай және тез дайындалатын блиннің рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Ыдысымызды алып, 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Сүтімізді құямыз. Сүт холодильниктен шыққан. Тұзымызды саламыз. Қантымызды саламыз. Бір шымшым ас содасын саламыз. Және де сұйық майымызды құямыз. Құрамының барлығы қанша мөлшерде керек екені видеоның астында толық көрсетілген. Жақсылап араластырып аламыз. Мен аздап ұн қосып алдым. Енді қайнап тұрған міндетті түрде кипяток керек. Сол қайнап тұрған суымызды құямыз және де ұнымызды ақырындап қосып отырып, миксермен комочектары толық кеткенше жақсылап араластырамыз. Дәл осындай сұйық масса шығуы қажет. Табамызды қыздырып, аздап майлап отырып, бір рет майласаңыздар жеткілікті. Блинімізді құйып, осылай видеодағыдай пісіріп аламыз. Менде осылай бір жасағаннан шықты. Қыздар, сіздерде де шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің блинім дайын, өте әдемі болып шықты. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.